Бәріне сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздер күнделікті Instagram, YouTube желісінде көптеген коучинг, психология, немесе SMM жайлы курстардың рекламасын көретін шығарсыздар. Және де осы курстар бірнеше айдың ішінде адамды бір керемет маман ретінде оқытып шықпақшы. Және де бұл білмеймін, мен түсінбеймін мұндай нәрсені. Себебі бірнеше ай оқып, өздерін үлкен нарықта бір салада, яғни жұмыс істеген басқа да тәжірибелі нағыз мамандармен бірге салыстырып конкуренцияға түскендері өте күлкілі жағдай. Әрине де осы берілген уақытта олар белгілі бір білім, ақпарат алады, бірақ оны нағыз мамандардыкімен салыстыру мүлде болмайды. Шынымен қазіргі кезде осындай недо мамандармен көпшілігі жұмыс жасайды. Және де бұның бір себебі ол ақша. Себебі осы мамандар азырақ ақша алады, түсінікті. Бірақ осындай недо мамандармен жұмыс жасап, сіз өзіңіз зардап шеге аласыз. Әрине, ақша да маңызды, бірақ бұл жердегі ең маңызды мәселе ол сапа. Әсіресе бұл психолог недо мамандарына жатады. Себебі олармен, яғни дұрыс толықтай квалификация өтпеген психологтармен жұмыс жасасаңыз, онда бұл өмірлеріңізге де қауіпті болуы мүмкін. Шыны керек, менің анам психолог, бірақ ол өзінің алғашқы жеке консультацияларын өткізудің алдында әрине де психология мамандығы бойынша бакалавриат, одан кейін магистратура бітіріп, арнайы қосымша оқудан да өткен. Сондықтан бұдан қорықпауға болады. Ал басқа осындай бірнеше айды оқып шыққан психологтар ол білмеймін, оларға сенім жоқ. Бұл әрине де ешқандай жарнама емес, бірақ неге болмасқа? Дайте лайк қойып, тіркеле беріңіздер. Ну-ка быстро. Қазір мен шын өмірдегі жағдайды мысал ретінде келтіргім келіп отыр. Осындай курстардан өткен недо психолог консультациялар жасай бастады, және де өзінің айтқан сөзін клиенттер түсінбеген кезде оларға дауыс көтеріп, тісін көрсете бастаған. Бұл өте дұрыс емес. Себебі нағыз мамандар, нағыз психологтар ондайға ешқашан бармайды. Айтпақшы, психологтар өздерінің терапия кезінде ешқандай кеңес бермейді. Ал консультация кезінде егер клиент өзі сұраса ғана, сол жағдайда ғана белгілі бір бағдар, яғни рекомендация ғана беруі мүмкін, бірақ кеңес емес, яғни дәл осылай жаса, әйтпесе жаман болады деген нәрсе емес. Яғни психологтардың негізгі мақсаты, жұмысы ол сіздердің бейсаналарыңызда, яғни басыңызда жатқан нәрселерді шығарып, яғни бір мәселе не сұраққа деген жауапты сол жерден айшықтау, сол жерден шығару, яғни өзіңіздің нағыз ойларыңызды, сезімдеріңізді айқындау. Әрине де мен алда айтып өткен мысал ол барлығына ортақ нәрсе емес, себебі мамандар да әртүрлі болады, адамдар да әрқайсысы ерекше. Сондықтан осындай жағдайлар болып тұруы мүмкін. Тіпті осындай өздерін бірнеше ай оқып шығып, өздерін керемет бір коуч немесе психолог, SMM-шік ретінде санайтын адамдармен таң қалуға да болады. Себебі олардың өздеріне деген сенімдері, өжеттіліктері жетіп жатыр.
Оған қарамастан әркім өзінің шегін, яғни мүмкіндіктерін білуі тиіс. Соны есте сақтаған жөн, және де абай болайық. Сау болыңыздар, келесі кездескенше. Сонымен жалғастырайық. Шын өмірдегі жағдай, яғни салыстыруға болмайды. Путимейкер.